Сәлем достар, сіздермен Алтынай Ақыл қызы. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын қып-қызыл борщтың рецептімен бөлісетін боламын. Керек заттарға ет керек, қызылша, сәбіз, картоп, пияз, капуста керек және дәмдеуіштер. Алдымен ыдысымызға таза суымызды құйып, тұзымызды салып және етімізді салып, қайнағанша қатты газда қойып қоямыз. Одан кейін екінші жағынан сковородкаға пиязымызды, сәбізімізді, қызылшамызды қуырып аламыз жеке. Кішігірім май құямыз. Пиязымыз сәл қызарғанша қуырып, сәбіз бен қызылшамызды теркадан өткізіп салатын боламыз. Мінекей пиязымыз қызарды, кішкене қуырылды, сәбізіміз салып қуырып аламыз 2-3 минут. Одан кейін қызылшамызды салып қуырамыз. Мінекей суымыз қайнады. Енді көбіктерін алып тастаймыз осылай сүзгі арқылы. Содан соң капустамызды жіңішке ұзынша етіп турап саламыз. Қайнаған соң картопымызды саламыз. Бетін жауып қоямыз. Бұл аралықта қызылшамыз, сәбізіміз пісті. Кішкене томат салып, араластырып, жақсылап сорпамызға салатын боламыз. Содан соң дәмін көреміз. Тұзын, қара бұрышын өз қалауларыңыз бойынша саласыздар. Дәміне қарай. Міне, сорпамыз дайын. 1-1,5 сағаттың ішінде дайын болып шығады. Ол әрине етіңізге байланысты. Үстіне енді укроп, өз қалауларыңыз бойынша қосып жей берсеңіздер болады. Ас болсын, сіздермен болған Алтынай Ақыл қызы. YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Рахмет, сау болыңыздар.